Ассаламу алейкум, Металл KZ каналының тіркілшілер және қонақтар. Бүгінгі қаһарман телефон. Ощущай! Ощущай! Я туда фотографию Ощущай! Neler? Çatığı vadalaçkı mı babasıdır? Ya, Mekol, ne geleceğim açımı babanı da? Oturuş ki babam. İdi, ne de fıkıdo. Зиде de fıkıdo. Қазір біздер оны ашамыз. Ішінде құрамында қандай асыл түсті металдар бар екен көреміз. Ал кеттік ал. Телефон баяғы. Енді әдеттегідей мына жерде міне шуруптар бар екен. Мен шуруптарды ағыта берем. Бірақ пока камераны сөндірем. Кейіннен қайтып қосылармын. Ешқайда кетіп қалмаң. Мінекей корпусты аштым. Корпусты ашқаннан кейін мынаны қазір ағытамыз. Ең бірінші мынаны көрейікші. Мынау не зат екен? Мынау батарейка салатын кейс екен. Батарейка алып кеткен екен мына жерде. Батарейканы мусорға жібереміз. Негізінде бізде қалада ади жерлер бар, батарейкалерді жинайтын. Апартсон керек еді. Енді телефон ондай богатый телефон емес. Мына диодтарды аламыз. Ішінде алтын болып қалуы мүмкін. Одан кейін мына кнопкаларды көрейік. Кнопкалардың ішінде не бар екен? Негізінде күміс контакттар болу керек қой мынаның ішінде. Көрейік. Кейде осындай заттар қырсықтан қалады, ашылмайын деп. Қырсық дейсен қырсық. Міне мынандай. Мынау негізі сарғайып тұр. Негізі мынау қызыл емес, мыс емес. Мынау алтын жалатқан кнопка сияқты. Ондай болса, кәнеки, онда да тым жақсы болатын еді. Жоқ. Мінеке ананың ішінде кнопкасы бар екен. Ағарып тұр ортада. Ол күміс. Ал мынау қапталдағы не зат екен? Мен білмей жатырмын енді. Сарғайып тұр бірақ. Көрем енді, бәрін жинайым. Құрметті достар, мына кнопка маған деген бір белгісіз кнопка болып қалды. Ондай мен бірінші рет көріп тұрмын. Бірінші рет емес, көрдім бұрында да. Просто көп болды ондай көрмегенме. Мысалы, мынау мінеки стандартный кнопка. Міне ішінде күміс кәдімгідей ағарып тұр. Ол күміс контакт, импортный. Ал мына кнопкалар мінеки іші деген мынандай. Міне сарғайып тұр негізінде. Сізге көрмейді, маған көрініп тұр. Сарғайып тұр, қызарып тұрған жоқ.
что-то фокустамайын дейді ғой. И мына ортадағы кішкентай бұл күміс контакт, ода бір жағы сары. Ал мен дегізі ойлап тұр, мұнау алтын жалатқан контакттар сияқты менімше. Ондай болса жақсы ғой. Мінеке мына қара кнопкалар, бұл қызық контакттар. Мынау стандартный контакттар. Сонымен осы жерден біздер алатынымыз. Мінеке мынандай диод, ішінде алтын болу керек. Сосын мінеке мынандай бір порт сындырдым. Порттың ішінде алтын жалатқандар сізге көрініп тұрған жоқ, маған көрініп тұр. Бар. Және мынандай таблоны аламыз. Ішінде құрамында күміс болып қалуы мүмкін. Басқа енді алатын ештеңе жоқ деп ойлаймын мынаның ішінде. Ар бетінде мынандай чип бар, онда аламын бұйырса. Енді мына қызығышынка телефонда көріп жіберейік. Телефон трубкасын ашайын, сосын қайтып мен қосылармын. Мінеке телефонды аштым. Ішінде мінеке мынандай микрофон мен динамик шықты. Динамикте ішінде мынандай кішкентай мыс бар. Медь. Мына колонка маған енді сыра керек емес, ол қажет жоқ маған. Ішінде магнит, басқа дым қызық жоқ ішінде. Қызық міне мынаның ішінде болып қалуы мүмкін. Қызық мынаның ішінде болып қалуы мүмкін. Сәл көтерейінші. Осылай. Дым жоқ болайын деп тұрмын мына жерде. Дымында жоқ екен жігіттер. Негізі алтын болады деп ойлап едім ғой мынаның ішінде. Бір алтын болмай қалды. Алып қалайын ба онда мынаны. В общем, дым жоқ. Сонымен бүгінгі телефон, бауырлар. Мына бәрі мусорға кетеді. Мына мусорға кетеді. Мына динамик металломға кетеді. Мысқа кетеді. Бүгінгі разбор сонымен бітті. Назарларыңызға рахмет. Ауырмаңыздар. Сау саламат болыңыздар.